Негізде мен бір ратификацияны қолдаймын, бірақ жолдай тұрған бір сұрағым бар да, темір жолдың басшысына. Маймак станциясы бар. Анан Луговой станциясы бар. Маймакты біз қазақтарға ижараға бергенбіз, Луговой станциясын қазақтардан біз ижараға алып іштетіп отырмыз. Турабы? Маймак станцияны можно на русском, а? Значит, при соглашении было, при разделении железных дорог, значит, 14 километров по территории Киргизии на станции Маймак было передано Казахской, 59 километров от станции Луговой до Чалдавара включительно было передано нам, Киргизской железной дороги, на обслуживание. Что нам дает это? Эти 59 километров нам дает дохода где-то порядка около 50% всей киргизской железной дороги, доходную часть. И в обслуживании 14 километров по Маймаку это невозможно технически. А это из-за этого железнодорожники было правительственное соглашение. Рахмат. Бұл сіз өзіңіздің темір жолдың қызықшылығы айтып отырсыз. Маймак елдің қызықшылығы берде қаралбай қалғанда. Мәселе сілер қазақтардың темір жолына ижара 1 миллион теңге төлейсіздер. Тура Луговойға. Жерге салық. Налогтарды төлейсіңдер. Қазақтар Маймакқа төлебейді. Маймакқа төлебейді. Мына декабрда біз өкіметтің бір топ мүшелеріменен депутаттар барғанбыз Маймакқа. Сіздің орынбасарыңыз барған. Қуан Асанбеков деген. Ошонда айтқанбыз, чечіп бермейсіңдер бе? Қанша жылдан бері қырғыздар өзіңіз жердің салығын ала албай атпайып қазақтардан. Қазақтар біз төлейбіз. Даярбыз 3 миллион теңгені төлеп береміз. Бірақ қырғыз тарап бізмен сөйлеспей атады дейді. Не сөйлеспей атасыңдар? Арадан 7 ай уақыт өтті. Міне үшін бір басып барған жоқсыз. Біз сөйлешкен. Ашырбек Мойдынович, мен ушул маселени 2 жол көтердім. 2 жол көтердім. Бұлар бір басып барған жоқ. Маймактың көйгөйүн чечейин деген бұлардың ойы да жоқ. Бирок уада беришкен. Барып келишкен. Қазақтар төлеп бересіз деп атады. 16. Біз қазақтарға төлеп береміз, қазақтар бізге төлебейді жер салығын. Бұл қандай? Рыскелди Момбеков. Маймак Анкаловқа айланып қалды. Рыскелди Момбекович, ал маселе чындыгында бар. Маселе чындыгында бар. Biz ошол казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Biz жакын арада сизге жооп беребиз. Аны мен иштеп атабыз. Эгер бул киши сүйлөшпөсө, буну кетириш керек. Эмне карап отурасыздар буну? Тендерлер боюнча канча деген шалакылык бар бунун. Буну давно эле иш козгоп айдаш керек болчу да. Дыйкан базар боюнча канча деген келишимдер бар булар. Эмне эле ушуну киши эркелетти билбейм мен. Жоопкерчилигин карасын. Өкмөт башчылыгы жеткирип барыңыз. Рахмат.